Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін сіздермен бірге iHeart'тан келген посылкаларымды распаковка жасайтын боламыз. Мен біраз уақыттан бері iHeart'тан заказ бермей қалдым. Өйткені жаз мезгілінде достар, мен көбісінде демаламын. Балаларға ешқандай өзіме де ешқандай витамин ішпеймін. Енді август айынан бастап регулярно қайтадан витамин беретін боламын. Және де достар, тағы да видеоларда распаковкалар енді алда жиі болатын болады. Достар, iHerb сайт дегенімізді білмейтін кісілер болса, бұл iHerb сайт деген америкалық сайт. Біздің Каспи магазин, Wildberries, Озон сияқты кәдімгі маркетплейс. Бұл жерде маған ұнайтыны достар, Қазақстанға егер сіздің заказыңыз определенный суммадан асса, тегін доставка жасап береді. Және де бұл жерде ұнайтыны вознаграждение алуға болады. Және де бұл жерде ең ұнайтыны сапа. Витаминдардың сапасы өте керемет. Барлық стандарттарға, мировой стандарттарға сай. Сондықтан достар, iHerb сайтқа заказ бергісі келетін қыздар болса, қалай заказ беруді білмейтін болсаңыздар, маған жазыңыздар WhatsApp-қа. Менің онлайн курсыма жазылып, өздеріңіз заказ бере бересіздер. Мындай картонный бумага келеді. Транспортировка кезінде витаминдерге зиян тимес үшін, сынып қалмас үшін, шашылып төгілмес үшін. Бұл жерде 2 витамин. Бұл витаминдар миоинозидол, Fairhaven Health деген бренд, iHerb'тағы ең лучший брендтердің бірі. Миоинозидол деген ол табиғи өнім, бұл әйелдердің месячный кезінде жеңіл өтуіне көмектеседі. Қандай да бір жаңағы ауыр өтеді ғой, соны жеңілдетеді. Сонымен бірге әйелдің де және ер кісінің де репродуктивный қабілетін арттырады, бала сүюге деген мүмкіндікті көбейтеді. Және де миоинозидол миома кезінде, сосын кейін эндометриоз кезінде кәдімгі гинекологтар, репродуктологтар әйелдерге осы витаминді назначают прям дәрі ретінде да. Мына өздері жазылып тұр мына жерде. Ағылшынша мына менструальный циклды реттейді деп тұр, және ер кісілердің балалы болуға мүмкіндігін көбейтеді деп тұр. Ер кісілердің денсаулығын арттырады дейді. Мына жерде мына балансты нормализовать етеді дейді. Сосын кейін мына әйелдердің яйцеклеткасының жұмысын реттейді деп осылай жазылып тұр. Так, мына жерде миоинозидол 2000 доза. Так, күніне достар бұдан неше штук ішеді? 4 штуктан ішеді. Сонда бір ыдысы достар, мысалы әйел адамға бір айға жетеді. Енді бұл витаминді негізінде ер кісі мен әйел кісі бірге ішсе, ол эффектісі өте жоғары болады. Сондықтан да мен өзім подругам осыны екеуін бірге заказ берді. То есть әйелі және ер азаматы екеуі бірге ішетін болады. Күніне 4 таблеткадан ішкенде бір ыдысы 2 адамға 15 күнде жетеді. Сонда екіншісі 15, бір ай ішеді. По идее, бұның курсы негізінде бір ай деп жазылған сайтта, кәдімгі официальный аннотациясында солай деп жазылған достар. Вот, сонымен бірге бұл нервті успокаивает, жаңағы, өйткені бұл миоинозидол Б комплекстағы витаминдер. Табиғи өнім болып табылады достар. Тағы да миоинозидол туралы көп білгілеріңіз келсе, негізінде интернеттен ашып көрсеңіздер болады, немесе iHerb официальный сайтына кіріп миоинозидол деп жазсаңыздар, отзывтар, енді өте көп отзывтар положительный да. Достар, мен осы уақытқа дейін көптеген кісілерге осы витаминді дәрігер жазған назначить етіп, гинекологтар осыны менен алып ішкен көп кісілерде результат керемет. Енді мен айтарым сіздерге, біріншіден гинекологқа көріну керек достар. При жаңағы пландайды ғой, балалы болу кезінде жаңағы у кого-то, допустим, бала сүюге мүмкіндік өте төмен, сондай кісілер врачқа барып назначениемен осылай алып ішсеңіздер болады достар. Обязательно назначениемен ішкендеріңізге кеңес береміз достар. Енді келесі коробканы ашайық. Осы үлкенірек коробка. Оны біз кішкене ашып дайындап қойдым. Сіздер уақыттарыңызды алмайын деп. Тоже картонный бумагамен келеді. Айтып өткенде достар, бұлар бәрі Америкада келеді. Біз сразу Америкадан алдыртатындықтан транспортировка кезінде шыны болып келеді кейбіреулер. Шашылып төгілмес үшін осылай жақсылап жібереді орап. Так, достар, бұл жерде біздің қыздардың берген заказы, можно сказать, что это совместная покупка. Мындай леденцы, чупа-чупс дейміз ғой. Бұлар жаңа баланың денсаулығына қатты зияны жоқ, өйткені бұның құрамында қант жоқ деп айтады. Органический продукт, Юм-Из деген бренд. Бұл ішінде 50 штук достар. Кішкене мен бұрынғы кездері өте көп заказ берген балаларыма. И биыл енді кішкене упаковкасын ауысқанын көріп отырмын. Так, мына қараңыздар, июньнің 21-інде шығарылған, 25 жылдың декабрь айына дейін срок годности. Так, значит, мына жерде Birds Bees деген бренд. Бұл брендтің витаминдері для детей. Мына жерде сироп. Так, мына жерде бәрі запаяно, достар, аша алмаймыз. Ішінде стеклянная бутылка. Вот, и мына жерде дозировкасын бәрі жазылып тұр. Қанша балаға, мына 1 жас, 3 жастағы балаға, 4 жастан асқан балаға қалай беру керек екені. Вот, мына 1 чайный ложкадан бересіз, ал 4 жастан асқан балаға 2 чайный ложкадан бересіздер. 10 мл деп жазылып тұр. Ал 1-ден 3 жастағы балаға 5 мл деп жазылып тұр. Мінекей. Так, дальше. Для поднятия иммунитета, друзья. Так, дальше. Надо Смилфс деген бренд. Здесь Смилфс деген бренд. Значит, для поднятия иммунитета тоже, потому что бұл алып жатқан қыз балалардың иммунитетін көтеру үшін осы витаминдарды жазып жіберді. Осыларды алайық деп, мына 40 штук мына жерде көріп отырғаныңыздар мармеладки. Мына балаларыңыз бұны с удовольствием жейді. Бұл витаминді жемейтін балалар жоқ достар. iHerb'тағы витаминдер именно мармеладки да, балалар с удовольствием жейді. Мына ішінде Элденбери. Элденбери жаңғысы не болып келеді да? Элденбери деген есімі. Ягода, витамин С, Д и цинк.
Так, мына жердегі витамин С, Д, цинк дозалары. Енді дозалар үлкен емес достар, өйткені бұл жерде комплекста жүргеннен кейін для поднятия иммунитета. Так, бұны күніне екеуден бергенде бұл 20 күнге жетеді достар. Вот. Дальше. Так, сироп, бұл сироп Kids. Так, бұның бренді қандай еді? Осы бренд қой деймін, қателеспесем, Kids X-Layer дейтін. Бұл мұрынға себетін спрей достар. Мен бір кездері бұны алғам. Бір жастан асқан балаларға мұрнына тамыз жерес, мұрны бітіп, демаламай жатқан кезінде сразу мұрнын ашады. Және де бұл жерде айта кететінді 22 мл үлкен. Обычно аптекадағылар кішірек болып келеді. Ну, жалпы айтқанда экономично. Вот. Тоже запайын, а то ашып көрсетуші едім достар. Сосын кейін мындай Nutribiotic деген бренд, айхерттағы тоже танымал брендтердің бірі, тоже спрей. Бұл спрей 118 мл с ментолом и цинком деп тұр. Значит, да, и, значит, так, здесь витамин С. У нас это бренд Child Life. Оны мен қанша рет алып достар, қаншасын сізге көрсеткенмін. Значит, стеклянная бутылка, айхерттағы жақсы брендтердің бірі. Мен нетпеймін, ашпайын достар, өйткені тағы да пересылка жасайын бұл витаминдарды. Сондықтан лучше осылай сыра берсін. Вот. Значит, Elif деген бренд, Natura Sway деген бренд, Elif деген линейка. Бұл для детей. Мармеладки тоже. Вот видите, да, мармеладки? 90 штук ішінде. Вот 90 штук. И как раз осы біз алып отқан кезде балалардың витаминдеріне 20% акция жүрген еді. Мына достар көріп отқаныңыздар, айхерда бәрі прозрачный, қандай составында, қандай витамин бәрі жазылып тұрады. А, С, D3 витамин, Е, тиамин, рибофламин, комплекс витаминов В, да, фолиевая кислота, B12. Мына биотин, цинк, йод, холин. Еще мына жерде тағы да нелер бар. Жеміс-жидектердің экстракттары бар достар. Классный бренд, өзіме ұнайды Elif. И бұл Elif брендтің достар үлкен кісілерге де нелер бар, мармеладкалар бар. Кім капсула іше алмайды, сондай кісілерге осы витаминді ұсынатын едім. Мультивитамин. Вот. Значит, дальше. Тоже Elif'тан, но бұл ер кісілерге арналған для поднятия энергии для мужчин, мультивитамин. Комплекс Б. И еще тоже есть фрукты, экстракт фруктов, елу таблетка дейді. Так, давайте көрейік. Мына жерде көріп отырсыздар, для чего екені, көзге, иммунитетке, жүрекке энергияны көтереді, және де мускулдарды көбейтеді деп жазылған. Вот, составын көріп отырсыздар, то же самое. Все прозрачно, магний. Если кому-то интересно, можете стопқа қойып скринтап алсаңыздар да болады, достар. Вот, немесе осы ссылканың, витаминдердің ссылкасын комментарийға қалдырып кетемін, достар, сақылды көрсеңіздер болады. Так, давайте я покажу вам, неше күнге жетеді екен. Күніне бір таблеткадан ішкен кезінде, достар, бұл 1,5 айға жетеді. 50 күнге жетеді ғой. Вот. Так, давайте, кстати, аж көрсетіп достар, қандай болып келетін. А здесь пластиковый получается. Такой вот получается. Так, көріп отқандарыңызда Elif деген бренд. Значит, дальше One Day дейді бұл жерде. One Day деген ол бренд для женщин, әйелдерге арналған мультивитаминный комплекс. Значит, вот состав тоже прозрачный. А, С, Д, Е, тиамин, рибофламин, группа витаминов В, фолиевая кислота должна быть, цинк, кальций, железо есть чуть-чуть, видите, да? Биотин, селен, магний, медь, хром. Классный. Айхерда жақсы көремін, бәрін прозрачный көрсетіп тұрады. Көп сайттардан алған витаминдер достар былай көрсетпейді дозировка. Просто қысқан үстіне айта салат болды. Күніне екеуден ішесіздер. И сол кезде бір контейнері дейді 80 күнге жетеді деп мына көріп тұрсыздар, жазылып тұр. И мына Bayer деген бренд 160 штук прям. Видите, да? Так, здесь что у нас? Нет, бұл жерде ашамайды екен, потому что мына жерде барлығы жабық. Ну, где-то осындай сияқты пластиковый контейнер. Достар, сіздер ойламаңыздар, бұның бәрі пластиковый контейнер зиян екен деп. Достар, көп сөйтіп ойлайды. Но мен ол ойдан сіздерді арылыңыздар деп. Өйткені Америкада пластиковый ыдыстардың өзінің сапасы өте керемет. Олардың адамға зияндығын уже қанша жыл бұрын нетіп реттеп қойған достар. Сондықтан беймарал қорықпай алып іше беріңіздер. Мына жерде бұл Future Biotic деген бренд, мына жерде жоқ, басқа Future Biotic деген бренд, бұл для подростков арналған комплекс, для тинейджеров деп тұр. Так, 13 жастан 19 жасқа дейінгі балдарға арналған витамин. Так, давайте составын көрсетейін сіздерге, тоже видите, богатый состав, классный. Подросток балаларға обязательно алып беріңіздер. Күніне 3 таблеткадан ішкенде мына бір ыдысы 1 айға жетеді бір балаға. Және бағасы да қатты, сондай қымбат деп айтамын достар. Қолжетімді, составын көріп отырсыздар, қандай богатый. Обязательно балаларыңызға күзде алып беріңіздер достар. Ата-аналар, иә. Значит, достар, коробкам уже пустой, ең соңғысы ол California Gold Nutrition'ның мындай жидкий кальцийі. Бұл жерде магний бар достар, және де D3 бар. Мына бойдың өсуіне арналған деп жазылған витамин. Мен бұл витамин туралы көп айтамын осы менің каналымда достар. Және былтыр да көп алғанбыз осыны. Және де бұл California Gold Nutrition'ның айхерттің өзінің бренді, бағасы доступный. Сонымен бірге мына Child Life деген бренд бар, мына витамин бренді. Тоже осындай жидкий кальций бар, бірақ кішкене қымбатырақ жүреді. Вот. Мына жерден қараңыздар составын достар, мына кальций, магний, цинк, мына D3 да бар көріп отырсыздар. И то же самое, да, қай жастағы балаға қанша адам береміз? 6 айлық баладан бастап бере бересіздер достар. Өйткені кішкентай балаларға кальций міндетті түрде керек. Мына жерде бәрі көрсетіп тұр, бір контейнер неше уақытқа жететіні.
көріп отырсыздар, иә. Бұл жерде көрдіңіздер ма, жарты литр ғой. Бұл ұзаққа жетеді. Бір балаға алсаңыздар беймарал бересіздер. Біз мысалы 3 балам, мен өзім де ішкен бұл. Бұның дәмі өте керемет, кәдімгі йогурт бар ғой, сондай ғой. Мына балалар с удовольствием ішеді. Бұны ішпеймін деген бала жоқ шығар. Айкөрттің витаминдерін ішпеймін деген баланы естіп көрмедім. Потому что мына мармеладки тоже. Потом тағы да бір түрлері келеді, достар. Өзім балаларыма заказ берген, тоже көрсетсем, ол жерде цитрат прессованный, да, и то ол дәмді. Сондықтан айкөрт витаминдер өте керемет, мақтауға тұрарлық, айта беремін, мақтай беремін бәріңізге. Сондықтан достар, осы видеоны көріп қалсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар, менің жаңа видеоларымды қараңыздар, айкөртқа заказ беруді менен үйреніңіздер, немесе маған хабарласып, совместный покупка жасап, солай алдыртып отырыңыздар, достар. Бұл жерде жас айырмашылық жоқ, үлкен кісілерге де бар, әйелдерге де бар, ер азаматтарға да бар, балаларға да бар, мұрынға себетін спрейлер, я, для детей, для взрослых, вот эти конфеты, которые баланың денсаулығына зиянсыз, витамин С, не жоқ дейсіздер, достар, бәрі бар айкөртта, для поднятия иммунитета, для фертильности, әйелдердің эндометриозы, миома кезінде ішетін дәрілер, для подростков, енді бұл бер жағына, достар, айкөртта 3 мыңға жоқ магазин бар, ішінде әр магазиннен ойлай беріңіздер, қанша продукциясы бар. Сондықтан осындай керемет платформа, достар. Заказ беруге шын жүректен сізге кеңес беремін. Боламын. Бұл жерде тоже совместная покупка, то есть бірнеше қыздар бірігіп заказ бердік. Қазір көреміз, ұмытып та қаламын. Достар, ең бірінші кезекте айкөрт, бұл Америкадан сразу келетін заказдар. Айкөрт деген американский үлкен платформа. Бұл жерде витаминдер, косметика, жейтін жаңағы неше түрлі соли, специи, конфетки, вот эти чупа-чупсы, да, есть аксессуары, есть декоративная косметика, то есть пудра, вот эти вот хайлайтеры разные, помады, тени, не знаю, все есть, американские, да. Потом есть крема, корейская косметика есть, американская косметика есть. Обратите внимание, классный, вообще, бір заказ берсеңіздер, ұнатып, прям жақсы көріп қаласыздар. Сондай платформа, бұл жерде ешқандай жаңағыдай оригинал емес деген нәрсе жоқ, бұлар оригинальный келетін айкөрттан витаминдер. В основном мен витамин заказ беремін, мынандай пакет бетінде тұрады, потому что при транспортировке сынып, шашылып қалмас үшін, өйткені кейбір витаминдер стеклода келеді, достар. Сондықтан айкөрт аман есен жетуіне кәдімгідей жауап береді. Достар, осы сіздер сияқты көрермен қыздар бар менде, маған жазады, Гүлжан заказ бергім келеді деген сияқты, иә, мен витаминдерімді қосшы деп кәдімгідей маған ссылкасын салып отырады, или фотосын. Сондай қыздардың бірі Талғар қаласынан ба, Есік қаласынан ғой деймін. Осы Алматыға жақын қалалардың бірінен Бинур деген қыз хабарласты. Жалғас, Айшаға су құйып берші. Міне Бинур деген қыздың заказы келді. Қазір ол қызға жазамын. Инозитол келді, 500 дозада. Капсулы, так, мембран функция, миоинозитол. Бұл бар ғой, инозитол деген, достар, әйелдерге арналған витамин, в основном. Миоинозитол деген ол самый улучшенный түрі инозитолдың составында бар екен, 100 штук, күніне 500 доза, үлкен доза. Так, күніне бір капсуланы ішеді, сонда бұл құтысы 100 күнге жетеді, достар. Осы витамин келді. Значит, келесі витамин, әшелеука көмекшілерім. D3 заказ берді, бұл жерде 1000 доза, 21 центр деген бренд айкөрттағы. D3 бұл жерде, мына дозасын берді. Енді білмеймін, мен кішкентай балаға алдым ма енді. Мен мынандай деп айтпадым, өйткені адам өзі біліп, суретін жіберіп тұрған, енді жарайды дедім да, клиент всегда прав дедім да, міне заказ бердім. Кішкене кальций бар, міне көріп отырсаңыздар құрамында D3 мен бірге. Вот. И, конечно, көп доза емес 1000 деген, қазір бұны кішкентай шақалақтарға назначает 1000 дозаны. Вот, ну енді өзі қарайды, иә, күніне бірден ішеді, сонда 60 күнге жетіп жазылған. Вот, достар. Келесі витамин тоже Бинурдың витамины, по-моему, да. Она заказала еще кальций. Кальций 600. Бұл для костей, для того, чтобы кости были крепкими. Аяқ сынған, буыны қақсап ауыратын қыздарға арналады. 600 доза, это хорошая доза. Обычно кальцийдің дозасы, достар, 500, 400 солай болып келеді. Бұл жерде 600. Значит, 75 таблетка тоже Бинурдың өзі жіберді. Бинур осы видеоны көріп отырсаңыз, сізге дұғай сәлем. Мына витаминдарыңыз келіп жатыр. Так, күніне біреуден ішеді деп жазылған. Значит, 75 күнге жетеді. Нормально, да? Бағасы да қатты қымбат емес, достар. Көбісі жазып жатыр, Гүлжан, неге сен бағасын жазбайсың дейді, да? Өйткені бағасы долларға байланған ғой. То есть доллар өссе, баға өседі, түседі. Қазір мен сіздерге көп баға жазып қойсам, ол кейін түсуі мүмкін. Немесе аз жазып қойсам, кейін қымбат болып қалса, неге қымбат қойып жазды деуіңіз мүмкін. Сондықтан сондай недоразумение болмас үшін мен жазбаймын, достар. Оны индивидуально маған сол моментте мен сізге қарап беремін. Так, 26 жылдың 6 айына дейін годен. Срок годности классный, достар. Значит, Эшелевка, не трогай. Так, келесі витамин. Мына жерде бізде келесі витамин D3 тоже жазира деген қыздікі, то есть Айшелевка. Доктор The Best деген бренд, айкөрттағы өте жақсы брендтердің бірі. Вот, мына жерде 5000 доза, бұл кәдімгідей жақсы доза, күнделікті ішетін доза, қыздар. Күнде біреуден ішсеңіздер, енді күшті боласыздар. Енді D3 совсем аз уровень түсіп кеткен болса, енді 2-ден ішсеңіздер де болады. Өз басым в данный момент осыдан 2 штуктан ішіп аламын. Сонда менде 10 000 доза ішіп жүрмін, достар. Вот. Значит,
Да, для поднятия иммунитета күнде каждый видеода айтатын боламын енді D3 организмдегі бүкіл витаминдардың сіңуіне көмектесіп жағдай жасап тұрады, в том числе и кальцийдің да. Достар, егер сіздің организміңізде D3 аз болса, кальций сіңбейді сіздің организміңізге, сондықтан D3-ді алып бірге ішкен жақсы ғана, екеуін қостанып тұрып ішкен дұрыс. Еще магний қоссаңыз вообще супер болады. Вот. Келесі витамин бізде ол детский витаминдар. Бұл тоже 21 Century деген бренд. Білмеймін, өзім жақсы көремін осы брендті. Бағасы қатты қымбат емес, зато действующий, хороший, работающий витамин. Айша, байқашы қызым, құлап кетпе. Бұл жерде мультивитамин, да, для каждодневный ішетін витамин для детей Zoo Friends деп айтылады. Неге? Потому что ішіндегі мармеладки в форме разных мишек, жануарлар сияқты формадағы мармеладки, именно фруктовые, видите, да? Они очень вкусные, классные. Іші көрінбей тұр, мен сізге көрсетемін. Бекер өзіме де бере салмаппын заказға, потому что мен өзімде бараларында болды да, сондықтан заказ бермедім. Ол тоже подруга қызына алып отыр. Ол қызы прессованный витамин келмейді деді да, мармеладканы алды. Осы Zoo Friends жақсы деп осы айтып едім, рекомендация беріп едім. Жарайды, осыны давай закажи деп солай айтты. Міне 60 штук. Алия деген қыздікі, Алия көріп отырсаңыз, сәлем. 60 штук күніне нешеден ішеді? Біреуден ғана ішеді. Енді мына составын қарасаңыздар, өте жақсы. А, С, Д, видите, да? Е витамин, фолиевая кислота, B6, биотин, B13, холин, иодин, йод, цинк. Классный такой состав, видите, да? И цена очень оригинальная, хорошая. Около 4-5 тысяч тенге. Это ондай баға қазір білмеймін, аптекада бар ма, достар, білмеймін. Айфетте бізде бар, достар. Обратите внимание, міне Zoo Friends мультивитамин. Значит, дәл осы жерден мен алысқа кетпейін сіздерге, екіншісін көрсетейін. То же самое, 21 Century, екеуі бір бренд, Zoo Friends. И, ну, здесь витамин С экстра. То есть витамин С начали көбірек дозировкасы, бұл иммунитет көтергенге. 60 штук. Почему? Потому что витамин С поднимает иммунитет, я оны өзіңізде білесіздер, мен сіздер. Енді қараңыздар, витамин С дозасы бұл жерде 40 микрограмм депті. Так, на жерде қанша екен сынікі? 10 микрограмм. То есть на жерде 4 есе көбірек С беріп тұр. Потому что для поднятия иммунитета. Вот такие вот витамины классные, прям, не знаю, и мимишные такие упаковки, да, прям супер. Срок годности, достар, мына 26 жылдың 6 айына дейін годен. Значит, здесь что? Так, давайте посмотрим сейчас. То же самое, 26 жылдың 2 айына дейін. То есть беймарал алып қойсаңыздар, тұра береді, балдарыңызға бере бересіздер, ше береді. Для поднятия иммунитета, қазір кішкене иммунитетін көтеріп алсаңыздар, зато жақсы бала күшті жүреді. Не знаю, өзім августтен бастап, достар, сіздерге де айтып отырамын, августтен бастап, ертерек бере берсеңіздер, баланың организміне өте жақсы. Так, давайте поставлю, чтобы вам видно было, да? Так, витамин тоже. Айтып қойдым бұл витамин туралы тоже. Значит, енді қалғаны достар, витамин, да. Витамин бұл екеуі. Омега-3, как всегда, California Gold Nutrition. Мақтай беремін, жақсы витамин, омега-3 поднимает иммунитет. Шашауды басады, сізге күш береді, қуат береді, энергия береді. Энергияңыз болса, достар, бәрін жасағыңыз келеді, құштарланып тұрасыз өмірге. Энергияңыз болмаса, ұйқысыздық, шашаңқылық, жата бергің келеді, апатия, депрессия, стресс и так далее, да. Сондықтан мені бірінші көріп отырсаңыздар, достар. Осындай омега алып ішіңіздер айхерттан. Почему айхерттан? Потому что біздің айхерттың омегалары балықтың таза етінен майынан алынады. Сапалы да, ит және де кәдімгі тоғандағы өсірілген қолдың балығы емес, кәдімгідей мұхиттан ауланып алынған дикий природадағы балықтан жасалынады. Сондықтан өте сапалы, сондықтан они ценятся. Даже Ресейден қыздар осыны алдырып ішеді айхерттан. Шыны керек, маған да жазып жатыр қазір кезде, Гүлжан біліп берші, доставкасын Қазақстаннан Россияға неше теңге болады деген сияқты достар. Не үшін адамдар шығындалады? Өйткені сапа бар бұл жерде. Бәлем жыл ішкен, сондықтан Айша нельзя. Бәлем жыл ішкен, сондықтан да достар осы витаминге олар қазақша айтқанда жатып алған ғой осы витаминдерге. Өйткені біледі, что они работают, действующие, и бағасы сәйкес, завышенный емес, облачный баға емес, достар, реальный баға қойып тұр айхер. И, кстати, осы витаминдар, омега-3, по-моему, осы кездері уже қымбаттап кетті, достар. Бұрынғы баға жоқ, уже 6000 үстіне шығып кетті. Вот, өкінішке орай. Біреуі өзіме, достар, өткен жол келгенде өзіме дегенді де қыздар алып кетті, сондықтан өзіме қалмай қалды. Біреуі өзіме, біреуі, скорее всего, ну, если позвоните, кто успеет, соған беремін, достар. Вот, келесі заказын да тоже жасаймын, бүгін жасайтын шығармын, скорее всего, тоже 1, 2, 3, 4 қыз хабарласады, 4 қыздың қосып, тоже заказ беріп жіберемін. Өзіме тоже 1 омега, D3 деген сияқты, вот, ходовой витаминдарды, соларды алып қоямын, достар. Енді жүдә керек асық істеген қыздарға почтамен салып жіберемін. Достар, мен осымен заказымды ашып кетіп көрсетемін сіздерге. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, достар, келген витаминдар осылар. Мен қызым бәрін алып реттеп көмектесіп жатыр. Достар, сау болыңыздар. Енді ертең суббота күні почтадан так жаңа қыздарға салып жіберемін. Динурға, Алияға, Жазира деген қыз осы жақын жерде тұрады. Все, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Почтамен кететін посылкалардың бағасы 1000-1500, максимум 1200 сондай бағада, то есть доступный, да. И және трек номер беремін, өзіңіз қадағалап отырасыз, үйіңізге жеткенде почтадан ала саласыз, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Гүлжан осы каналды жүргіземін, осы каналға тіркеліп алыңыздар. Және бұл распаковканың соңы емес, алдыңызда әлі көптеген распаковкалар, познавательный видеолар болады. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар, достар. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп қолдап отырыңыздар.